Және облыс жаңалықтары аймақ басшысы Ерік Сұлтанов облысымыздағы ауыл шаруашылығы өкілдерімен кездесуді жалғастыруда. Облыстық әкімдікте өткен жиынға бүгін 20-дан астам аграрий қатысты. Басты сұрақ өңірдегі ірі қара мал санын арттыру, ауыл шаруашылығы саласы еңбеккерлердің жалақысын жоғарылату. Аймақ басшысы Ерік Сұлтановтың қабылдауына Әліби фирмасына қарасты бірнеше агроқұрылымның жетекшілері келді. Солардың бірі Айыртау ауданындағы Жер-ана жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Оның ауыл шаруашылығы мақсатына бөлінген 26 мың гектардан астам жері бар. Қарамағында 150 бас ірі қара мал бар. Ал Кутузовская Әліби 33 мың гектардан астам аумақты алып жатыр. Биыл екі серіктестік 800 бас етті бағыттағы қазақтың ақбас сиырларын сатып алуды көздеп отыр. Облыс әкімі жыл сайын әкелінетін ірі қара санының 800-ден кем болмауын қадап айтты. Аққайың ауданындағы Мадина және Крафт серіктестіктері де Әліби фирмасына тиесілі. Жерлерінің жалпы аумағы 20 мың гектарға жуық. 2014 жылы мемлекеттен 28,8 миллион теңге қолдау алыпты. Біз 30 бас ірі қара мал сатып алдық. Оның 14-і асыл тұқымда, 30-ның барлығы сүтті сиырлар. Сондай-ақ 50 бас шошқамыз да бар. Алдағы уақытта бұл көрсеткіштерді жоғарылатуды көздеп отырмыз. Аққайың аудандағы серіктестіктердің мүмкіндігін ескере келе, аймақ басшысы биыл 120, одан кейінгі 2 жылда 500 бас ірі қара мал сатып алуды міндеттеді. Бұл ретте Ангус, Герефорд тұқымда сиырларға басымдық берген жөн. Аталмыш ірі қаралар шетелден жеткізілетіндіктен оларға төленетін субсидия айтарлықтай жоғары болады екен. Әліби фирмасының Ғабит Мүсірепов ауданында 5 серіктестігі бар. Оның біреуі ғана ірі қара өсірумен айналысады. Ерік Сұлтанов серіктестік жетекшілеріне ірі қара мал сатып алу туралы келісім шартқа қол қоюды міндеттеді. Содружество 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қарамағында 25 бас мал бар. Мемлекеттік сыбаға бағдарламасы арқылы 80 сиыр сатып алуға келісім жасасқан. Жоспарлы 3 жылда тағы 350 бас ірі қара мал аламыз, деді серіктестік жетекшісі Александр Хан. Ерік Хамзаұлы келісімге отырып, мал санын 1000 басқа жеткізуді тапсырды. Таких условий может и не быть. Қазіргідей мүмкіндіктер бола бермейді. Сондықтан қазір қажеттінің барын жасап, қолда бар жағдайды пайдалануымыз қажет. Біз экономикалық одақтағы одақтастарымыздың барлығымен бәсеке бола алатын Ресей, Белоруссия, Армения, Қырғызстанның орталық Азия елдерінің нарығына ене алатындай жағдай жасауымыз керек. Тимирязев ауданындағы Солтүстік байлық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде әзірге ірі қара мал жоқ. Есесіне 200 бас қой бар. Алдағы уақытта сатып алынатын сиырларды орналастыратын 400 орындық 2 мал қора дайын тұр, дейді серіктестік басшысы Бекболат Әлімбаев. Ал Айыртау ауданындағы Миллениум шаруа қожалығының қарамағында 300 сиырдың арқасында жыл сайын мал басын 100-150-ге дейін арттыру мүмкіндігі бар. Алдағы уақытта оны кеңейтеміз, деді шаруа қожалығының жетекшісі. Фариза Жазитова, Орал Амренов, ақпарат.